Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін өзбекский плов, яғни палау жасайтын боламыз. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруларыңызды сұраймын. Бізге қажетті заттар: сәбіз, жуа, ет. Барлығын жуып тазалап аламыз. Сосын сәбізімізбен жуамызды турап, қызып тұрған майға салып қуыратын боламыз. Алдымен жуамызды жақсылап қызарғанша қуырып аламыз. Одан кейін үстіне етті салып, тағы 10-15 минут қуыратын боламыз. Етіміздің өзін 15 минут қуырғаннан кейін үстіне сәбізімізді салып, өзіңізге ұнаған дәмдеуіштерді қоссаңыз болады. Мен тек қана тұз қостым, себебі менің балдарым бұрыш деген заттарды жемейтін болғандықтан. Жақсы етіп, осы үшеуін тағы 10-15 минут қуырып алатын боламыз. Қуырып болғаннан кейін үстіне суымызды құйып, тағы бір әдемі етіп қайнатып алатын боламыз. Қайнағаннан кейін бетіндегі көбіктерді алып тастаймыз. Енді бетін жауып, баяу отта етіміз піскенше қайнататын боламыз. Менің етім дайын. Енді күрішін салатын боламыз. Күрішімізді салып болғаннан кейін күрішімізді тегістеп, күрішіміздің бетінен кішкене асып тұратындай қылып су құямыз. Суымыздың енді тартылғанын күтеміз. Суымыз жақсылап әбден тартылғаннан кейін күрішіміздің бетін бір келкі етіп тегістеп, жайып, сосын қақпағын жауып 30-35 минутқа қалдырамыз. Астын баяу отта пісіретін боламыз. 20 минут уақыт өткеннен кейін күрішіміздің астын үстіне ауыстыратын боламыз. Себебі асты пісіп, үсті піспей қалуы мүмкін. Мен өзім солай жасаймын. Сосын тағы да 10 минутқа қалдырамыз. Міне 10 минут өтті, біздің күрішіміз дайын. Дастарханға ұсына берсеңіздер болады. Керемет шашпа палау болып шығады. Күріші езілмеген. Сіздердің жақындарыңа ұнайды деген сенімдемін. Менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Ас болсын.